Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен әдеттегідей ері. Бүгін біздер Free Fire Battlegrounds'ның видеоны жалғастырамыз достар. Видео бастамай жатып достар, сіздерден бір нәрсе сұраймын достар. Лайк басып, және де менің арнама тіркеліп қасынан шыққан қоңыраушаны басып қойсаңыздар, себебі мен сіздерге қазір алдағы обновлениеде осы жақында болатын обновление не болып жатқан, не өзгерістер болып жатқан айтатын боламын. Сондықтан давайте тіркеліп, лайк басып, арнаға тіркеліп, тағы айтып тастадым ғой. Не болып кетті, комментарияға өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Ендеше біздер бастаймыз достар. Көріп тұрғандарыңыздай, дәл осындай 3 эмоция жаңадан шығайын деп отыр. Бірінші эмоция дәл осындай эмоция достар. Көріп тұрғандарыңыздай өте топи, міне қараңыздаршы. Балет билеп жатқан сияқты. Бірінші ал екіншісі мынандай жүрекше достар. Любовь дейді ғой. Енді жүрекше, ал мынау үстінде тұрғаны мынау жүрекше болса, ал мынаны қараңыздар достар. Мынау не деген эмоция достар. Қараңыздаршы. Ана шапкасы кепка болса, вообще дерзкий кетеді ғой. Кепкамен бетіп қой. Қараңыздар достар. Бой. Анау енді валетке ұқсаған эмоция, ал мынау енді махаббат дейді ғой, қазақша айтқанда достар. Сондай эмоциялар шыққан екен. Жаңадан бізде осындай эмоциялар шыққан, енді жаңадан тағы да бір айта кететін жаңа персонаж достар. Көріп тұрғандарыңыздай аты Стеффи. Сондай ол андай қателеспесем, андай былай бір не құян, мынау көріп тұрған қолыңызда сызатыны бар, сондай құяма, по-моему, білуім бойынша сондай болу керек достар. Және де бұл персонаж сөйлейтін персонаж достар. Бұл персонаж сондай соның адамға сөйтіп жағып жібереді ма, қыпысын кетіре ма, сондай болу керек достар. Қателеспесем сондай болу керек. Себебі ана жерде дәл солай жазылып тұр. Өзі сөйлейтін персонаж ана Стеффи, міне орысшасын көретін болсақ, Стеффи художники график дейді. Нені графикті өшім неғып жібере ма, ана қарсыласын көзін көрмей қоя ма, сосын қыпысын кетіріп тұра ма, сондай. Міне 15%, басында 15% использовать, отпуск на 5%, 5 секундта 5% қыпысын жима, сондай болу керек. Міне мына жерде тұр, міне достар, көріп тұрғандарыңыздай, міне дәл осындай болып тұрады. И потом басас, и одан кейін барып ана өлді деген есеп қой, 6-шы левелге көтерсеңіздер 25% достар несі қыпысы кетіретін болады. 10 секундта 7,5% қыпы кетіреді. Менің білуім бойынша достар, осындай навигі бар. Маған өзі өте қатты ұнады достар. Стеффи деп оқылады екен, сөйлейтін персонаж. Енді достар, біздер қазір фабрикаға барайық достар. Фабрикада достар өте қызық нәрсе болып жатыр достар. Фабрикаға почти достар 50% фабриканы 50%-ін өзгертіп тастаған екен достар. Так, енді біздің лобби осындай өзгеріп кеткен. Көріп тұрғандарыңыздай автомат атқан кезде достар, қараңыздар. Автомат атқан кезде ешкімде автомат жоқ па? Достар, автомат атып жүр ғой, көрдіңіздер ме? Жүрек сияқты бірдеңе шығады, міне, көрдіңіздер ме? Міне жүрек сияқты шығады автомат атқан кезде. Атады. Міне. Көріп тұрғандарыңыздай достар, осындай жүрек сияқты болып шығатын болады енді лоббида. Енді бұл бета версия достар. Енді самолет өзгерген, ең бірінші. Көріп тұрғандарыңыздай самолет өзгерген. Қателеспесем, сары самолет болатын да. Қазір көкшілеу, оранжевый светтер қосылған. Енді фабриканы отырген. Фабрикаға барамыздар. Так, түсейік. Енді фабрикаға достар өте нелер, өте көп андай не дейді, обновление. Фабрикаға почти 50% несі жаңартып тастаған фабриканы достар. Байқаған шығарсыздар бірден не байқалды достар? Мә, фабрика ма деп ойлап қалдыңыздар ма достар?
Иә достар, бұл фабрика. Енді достар, көріп тұрғандарыңыздай ең бірінші үстінен бастайық енді. Ең бірінші үстінен бастайтын болсақ, көріп тұрғандарыңыздай достар, мынаны қараңыздаршы. Достар, мынау не деген? Давайте осыған 500 лайк жинап тастайық достар. 500 лайк. Осы видеоға 500 лайк жинап тастайық. Көріп тұрғандарыңыздай, мынандай екі дәу бошка дейді ғой, сондай қойып қойған екен. Енді шіле андай дәу емес, бірақ нормальный бочкалар қойып қойған. Міне көріп тұрғандарыңыздай достар. Өте керемет екі дәу бошка қойып қойған. Енді әр обновление неге екенін білмеймін, фабриканы неғыла береді, жаңарта береді достар. Енді өзіме де ұнайды фабрика. Енді фабрика нормально, әдемі болып істеген достар. Енді сіздер мынаны қараңыздар достар. Мынау деген не мынау достар? Көрдіңіздер ме? Мына жерге баспалдақ қойып қойған. Үстіне кіріп, енді басқа шақа бармайды бұл. Просто осылай атсастыр. И одан кейін оң жақта бағана көргендеріңіздей достар, андай не бар? Екі дәу домалақ бар. Ал мына жақта да сондай баспалдақ, ал мына жақта үстін өздеріңіз көргендеріңіздей мынандай там өзгертіп тастаған екен. Міне, көріп тұрсыздар ғой. Иә? Дәл осындай өзгертіп тастаған екен үстін. Үстін тофиға өзгерткен, базар жоқ. Енді мыналар сол баяғы деп ойлаймын. Енді мына сол жақтағылар. Енді мына мотоциклді алып басқа жақтарды көріп қайтайық достар. Деге енді мен ешқандай басқа жерлерден өзгеріс көрмедім. Енді біздер Калахари картасына келсек. Калахари картасын достар көріп тұрғандарыңыздай барлық жерін ашылған достар. 100% ашылған көріп тұрғандарыңыздай өте үлкен карта достар. Так, мен қазір бірден орта жағына түсейін достар. Орта жағына түсіп, там рәштетіп, орта жақтарын көрсетейін достар. Мынандай бір алыстан қараған кезде үлкен карта, былай үлкен карта негізі былай картасынан қарасаң кішкентай болып көрінгенмен негізі үлкен достар. Так, біз мына жерде орта жақта мынандай бір зауыт сияқты бір жер екен достар. Зауыт сияқты бір жер. Так, алдымнан 3 адам және де сол жақтан бір адамның дауысы естілуде. Бір адам. Ё-моё, түсіп кетті. Деге, енді атып тастамасын. Нупқа атамай тұрған оған жерде достар. Енді достар, көргендеріңіздей нормальный жер екен. Бұрынғыдай кішкентай ғана емес, әдемі достар. Бағана анау нуп өз өліп қалды. Достар, бағана мен де өліп қалдым. Енді достар, басқа ешқандай өзгеріс таппадым достар. Енді осы видео ұнаса достар, тап қазір лайк басып достар, менің арнама тіркеліп, қастан шыққан қоңыраушаны басып қойып. Қоңырауша не үшін десеңіздер, достар, қоңырауша менің видеоларымды өткізіп алмау үшін достар. Және де комментарийға сізге не ұнады, соны жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған ері давай достар.